Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі менің видеомда бұрын осыдан 20 жыл бұрын қазір енді трендте жүрген, хит болып жүрген кішкентай ғана тақиялардың бір түрі, стилизованный осындай бас киім. Міне мынандай бас киім. Бұны мен каркастан, темірден жасайтын, сым темірден. Ең бірінші гүлдер ансамбліне жасағанмын. Сол билеріне тамшы деген мына жерінде капля. Сол тамшы, судың тамшы сияқты қылып бүйтіп келтіріп жасағанмын. Кейін оны уже басқалар тоже жасап кетті. Мен басқаша қылып. Мен енді осыны каркас емес, киізден қалай жасауды көрсетемін. Көрсетіп қойдым. Міне мына жазықтықты алсаңыздар. Так, бүйтіп көрсетпейін, а то қазір шемелен кетеді. Мына жазықтықтан алғанда, ортасының ұзындығы примерно 2 сантиметр. Мынаны бүйтіп қояйын. 2 сантиметр. Мына жазықтықтан биіктігі. Арт жағының биіктігі міне 5 сантиметр. Мына ара қашықтығын айттым. Енді өздеріңіз примерно қылып ала бересіздер. Мынаның биіктігі, мына жазықтықтан алу керек. Мына жазықтықтан биіктігін осылай аласыздар. Сонда мынау 12 сантиметр болып тұр. Мына жерден мына жерге дейін. Прямо кеткенде 12 сантиметр. Сол жерден сіздер бүйтіп ойып алып тастайсыздар. Одан кейін мынау биіктіктерін бәрін өлшеп алайық. Сосын мынау ең биік жері 16 сантиметр. 16 сантиметр. Мынаның енді вообще биік жазықтықтан өлшеген кезде. Мына жер 30. Мына жерге дейін 30 екен. 30 сантиметр. Мына жазықтықтан сразу өлшеген. Одан кейін сіздер өздеріңіз жаңағы мен жерін домалатып, әдемі қылып келтіресіздер. Мына жерде 5 сантиметр, осы жерге дейін. Содан бүйтіп әкеп келтіресіздер. Енді мына жазықтықтағы сантиметрін өлшейік. Мына жерден мына точкаға дейін бүйтіп жоғалып кететін точкаға дейін 8 сантиметр екен. 8 сантиметр. Мына точкадан мына точкаға дейін 8 сантиметр. Көрдіңіз? Мына жерден мына жаққа дейін 13 сантиметр, 13 жарымдар. Мына точкадан мына точкаға дейін 13 жарым. Одан сіздер өздеріңіз міне осының ортасына иілдіріп әкеп 2 сантиметр биіктігін. Соны өздеріңіз жасайсыздар. Енді оны мен былай тура бүйтіп, каждый бүйтіп отырсам, мелочь болып кетеді да енді. Уже білесіздер. Бізде 90 градус қыламыз ба? 90 градус қылсаңыздар, 90 градуста мынау кішкене болсын 4 сантиметрге алшақ тұрады екен. Мына 90 градустан мына былай 90 градус қой, ровно. Содан мына 4 сантиметр артқа кетіп, алдыға қарай кішкене майысып келеді. Көрдіңіз? Оны міне мына точкадан сразу бүйтіп сыза саласыздар. Жоқ, сызғанда да ол ровно кетпейді екен. Көрдіңіз? Мына жерден бастап ровно кетеді. Мына точкаға дейін қанша сантиметр қазір көрейік? 7,5 сантиметр. Мына жерге дейін 7,5. Ары қарай уже ровно кетеді, түзу болып кетеді. Мынаның жалпақтығы енді осының жалпақтығы 21 сантиметр екен. Қалай істесем екен? Так, мына жерден мына жерге дейін 21 сантиметр. Одан ары қарай уже кете береді. Мына жазықтықтан алайық. Мына түзу сызғымыздан аламыз. Мына жерде 16-да 5. Мына точкаға дейін жырық жасаймыз ғой. Соғынға дейін 16-да 5 сантиметр. 16-да 5, а мынаның ара қашықтығы кесілетін жері 2,5 сантиметр. Мына точкадан мына точкаға 2,5 сантиметр. Ары қарай мынау мен жаңа 16 мына точкадан енді тоже сол точканы өлшей салайық. Так, мен жерде почти 13-та 3. 13-та 3 сантиметр. Көрдіңіз, мына биіктік пен мына екеуінің арасы мына 12 сантиметр, мына жазықтықтан алғанда. Мынанікі 13-та 3 болды. Соның ортасын ашқан кезде 2,5 сантиметр ашып тастайсыздар. Мынасы бар екен еще. Мынаны біз мына жақтан өлшейік. Қай жерге дейін? Жырғы 13 сантиметр, прямо точно мына жерге дейін, мына сыртқы
прямой сызықтан есептейсіздер. 13 сантиметр. 13 сантиметр. Мына точкаға дейін. Мынаның ұзындығы тереңдік 6 сантиметр. 6. Мына жерден мына жерге дейін 6 сантиметр. Тұңыздар, иә? Енді мына уже шимай болып кетті. Карандашпен жақсы болып көрінуші еді, бірақ көрермендерге көрінбей қалды. Міне өсіп кетеді мынаның жалпақтығы. Міне бірінші бас жағында 5 сантиметр болды мына жерде. Одан кейін мына жерде 3 сантиметр. Ең соңында міне 2 сантиметр. Бұдан осындай детальдан екеу болады. Мына қазір көрсетемін. Міне мынау ғой. Мынау бір-біріне біріктіріліп тігіледі. Зигзагпен или машинкамен, менде зигзаг болған жоқ. Постоянно машинкамен тіге салатынмын. Мына жағын монетқа жібересіз тіккен кезде. И одан кейін мына жағын біріктіріп қосып тігіп жібереміз. Енді оны машинкамен тіккенді өздеріңіз білесіздер. Мен ары қарай қалай қатап көрсете беремін. Енді мынаны ұқтыңыздар деп ойлаймын. Өздеріңіз жасай берулеріңізге болады. Мына жағын кесіп тастауға да болады, короткий қылып, кішкене жіңішке қылып жіберуге де болады. Мынандай шолақ қайтарып. Мысалы үшін каркастан, например, бізде мынандай тонкий, мынандай қылып кететін. Осындай қылып қана. Ал енді мына жерде каркас емес, чтобы басқа киіліп тұру үшін біз мына жағына қостық. Каркаста енді мына жағын бүйтіп өзіміз бүгіп кететініміз ғой. Содан кейін ол жеңіл, басқа бүйтіп тұра қалатын. Сеткамен қаптағанда. Енді мынау сетка емес, өйткені барқытпен қаптағандықтан бұны өстіп фетрден жасауға тура келді. Мына жерде өкісі болады. Фетрімізді бір-біріне тігіп, оны клей пывамен қатырып, оның сыртын велюр матамен қаптаймыз. Өйткені велюр мата созылады. Бұл бас киімді жасау үшін осындай созылатын мата керек. Қазір узор жабыстырамыз. Узорымыз былай келеді. Ол симайды, поэтому кесіп алып тастаймыз. Мына оюларымызды келтіріп, енді үлкен жерлерін кесіп, басқа жеріне жалғап, өстіп, мына қалыпқа салып үтіктейміз. Қалыпы жоқ болса, онша дұрыс жабыспай қалады енді. Енді бірақ қазір неше түрлі клейлер шығып жатыр, сол клеймен де жабыстыра салуға болады. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, бас киім уже бітейін деп қалды, бірақ артқы жағында үкі тұратын тұғырын мен көрсетпедім. Өйткені алдыңғы видеомда мен сондай үкінің тұғырын жасауды көрсеткенмін пластиктен. Міне біздің хит бас киіміміз аяқталып қалды. Оюларын салып, әшекейлеп, өздеріңізге ұнап жатса, өздеріңізге мына кішкене болсын көмегім тиіп жатса, пікірлеріңізді қалдырып, ойларыңызды, жаңағы лайктарыңызды басып тіркеліп отырыңыздар. Ал енді хош сау болыңыздар. Келесі кездескенше аман есен болайық.